Отырардың жанқиярлық ерлігі жайындағы дастанды құлағына құюмен келемін. Бірақ әйелім, бұл әлі жас қой, бұл нені түсінеді деп тауымды шағады. Жоқ, тамырын тереңге тарата алмаған дара көктей алуы мүмкін емес. Әкемнің досына жазған хатына. Далқын қайда, төскірлеген 200 мың әскерменен 6 ай бойы кіп-кішкентай отырарды аламау, 6 ай бойы отырардың осал тұсын табалмау, ойы дауыл, сезім аспан, тек жеңіспен көзін ашқан менің алғыр ұрпағымның сүйегіне зор таңба, намысыма сызат түсті мына сенің арқанда, деп Шыңғысхан Шағатайға оқты көзін қадады. Осы өкініш мені де өртеп барады. Отырардың бақытына орнаған болар бәлкім алдырмайды зор қамал. Бірақ әке, жүргенім жоқ аянып, қанша үмітім жер көшті, қанша әскерім жер құшты. Дала жатыр, қызыл қанға бояу. Егер бүкпей баяндасам шындықты, рухы өр, тәні бекем, бұл бір қайсар халық екен. Тірліктен де артық қойған бірлікті. Жүрегімде ыза табы қалмағандай бір мысал, шалалаусың деп жымайды Шыңғысхан. Сақталмау мүмкін емес зерденде, сен тоғызға келгенде, ұлы жылы Үкітайдың тойында, бұл өтпейтін алып батыр жайында, ертек айтқан оңашалап, өзіне сол ертекті неге алмадың қайынға, кешір әке, балалық па, зерсіздік пе, шалалық па, тек нобайы ғана қапты ойымда, ұмытпасам, Массагет даласында, аңдысқан қас пен достың арасында, атса садақ қармайтын, мұңмен жеке шайқасса армайтын, жанарынан мейірімі өшпейтін, өтіпті бір өжет батыр нарқысы, деп баласы кібіртіктеп тоқтады, есімде жоқ әке одан арғысы. Есім кетсе, естіге кіріп тарсың, ең бастысын ұмытқансың. Деп Шыңғысхан ызбарлана тіл қатты, әр сөзінде атам түйе қайсардай зіл жатты. Жай ендеше түсірейін есіне, жомартан қау, сайын дала төсінде, сармын әскер жеңдеген өр алыпты, бірақ адам табанына салыпты, әлгі алыптың кеудесінде бармақтай, оқ өтетін осал жері болыпты. Данқ кімнің күліп тұрса басында, сатқындық та болып жүрмек қасында. Айла Келжан соны жазбай танытты, қай кезде де айла кескен артты. Жақын бар өлместен жауыңа, шығам деме, ұлым жеңіс тауына. Адам аз ба, күшке сеніп адасқан, жауың мықты, бұған сірә таласпан. Әр мықтының осал жер болмай ма, болса қайсы, оған басқа жол қайда. Ал бұл сұрақ бар кесенің жүру керек басында, менің күллі жеңісімнің құпиясы осында. Көңілінен көт серпіліп наласы, ұқты мәке деп жымайды баласы. 6 ай бойы ерлік салтқа төрін берген отырар, 6 ай бойы алапатқа жеңілмеген отырар, 6 күнде жермен жексен қирады. Ақыл ойын дауылдатқан, өнер ғылым шамын жаққан ұлы қала Азияның маңдайына сыймады. Бес бүйрек жау сәбилерді, шал-шауқанды кемпірді, тіпті жүкті әйелдің де ішін жарып өлтірді. Құзғын қарға ғана тынбай шарлақ мұңлы аспанды, отырардың аянышты зар өмірі басталды. Айдай әлем мойындаған даңқы бар, 150 мың халқы бар, нән қаланың асқақ әні осы менен шектелді. 3 күннен соң Шыңғысханға 2 адамды алып келді. Оның бірі атаңызға айналған, отырарды 6 ай бойы құтқарам деп қайраңнан, аман өткен саналапат майданнан, қанаттыны талаптыға жалғайтын, Фараби мен Яссауидің жырларын таңнан таңға жат қайтадан талмайтын, әр өзгеше ел басқару мәнері отырардың қайыр атты хан еді. Екіншісі қарамұрты қара түн, қара түнде қаққан қара қанатын, Шағатайға отырардың қақпасын ашып берген Қарашақыр болатын. Қайран тірлік, бақ пенен сор қырқысқан, түлкі сайға қыран өрге тырмысқан. Екеуіне алма кезек көз тастап, ұзақ үнсіз ойға шомды Шыңғысхан. Қайырхан, деді сосын жай ғана, рух ердің өзегі ғой қайдада. Ең әрісі жеңілістің өзінде, шешкін келіктің өзіңнің пайдаңа. Жігіттерім рухыңа қармақты, салмақты бол, тәнің дәрден қорлапты. Қорлап дәрден құлағыңды құмтитып, мұрныңды да кесіп алып шұлтитып, батырлықтан бағың бірақ жаңғана, маған қарап күліп тұрсың сонда да. Мысқал күлкің салды маған қанша ой, шіркін сендей
бес қолбасшым болса ғой, қалың қолым ұқсап дүлей тасқынға бөлеп дархан күйгемені бүкіл әлем билереді аяғымның астында. Ха, ал мына бір сатқынды Құдай саған қайдан ғана тапқылды. Қайғылы әрі күлкілі, қайраннан қау дара тұлға, аңғармақсың қанатыңа жасырынған түлкіні. Өрлігіңе осы болсын сыйлығым, саған қидым бұл сатқынның билігін. Тұр едірдің, езу жимай күлімде, мына әңгіме лезде құтынып қашырды. Қарашағы есі шығып дірілдеп, Шыңғыс ханның аяғына басылды. Ұлы ханым, әділдікпен мұныңыз, өлілгенше боп кетейін қолыңыз, отырардың мен қол ұшын бермесем, оңай жаулап алар ма еді? Ұлыңыз, оған дау жоқ, деді Шыңғыс түнерді. Сенен асқан бар ма бірақ түрлік? Қастерлінің бәрін шыққан табанға асқан сенде, әлде мына заман ба? Қасиетті бір сезім, тым құрса қалу керек емес бәрі адамда. Рас менің нөкерлерін безбүйреп, зұлымдықты ерлік деп те таниды. Олар тіпті өкшесімен езгілі, жете алады, жазық жоқ сәлиді. Бұдан да ірі хайуандыққа жете алады төзімі. Бәрін өзім үйреткенмен о баста. Қаталдық пен аяушылық сезімі жауынгердің жүрегінде түспеу керек таласқа. Түспеу ләзім қос сезімнің дауына. Мен осыған қатты көңіл бөлгенмен, қаншама иттік жасаса да жауына, туған жерін сатпасына сенемін. Дәмелендің, шығарар деп төріне жетті көзің, ол үмітім қор емес. Опасыздық жасадың ба еліңе, ертең саған мені сату түк емес. Шарам нешік, тұрмын сені тіпті аяп, сорлы отансыз қарайыпсың қалма. Қашан мен сатарымды күтпей-ақ, алдын дорап кеткенме налма. Жақсылығым қайтпады деп арма. Азғындықпен тіл қату ұқсамай ма табиғаттың заңына? Нөкеріне бұрылып, кәне қылыш ұстатыңдар Қайсар батыр Қайыр ханның қолына. Тоқта Шыңғыс деп Қайыр хан саңқ етті. Бұл баланың әкесі бір нарт етті. Адам еді, елге сыйлы зиялы, адам еді, адал ұшқыр қиялы. Әкесі үшін перзентіне сеніп, сатқын болып шықты мына тұяғы. Оны ойласам, от жүрегім қан болар, сеніміме содан түскен таңба бар. Мақұл көрсең, әкесінің бұл сатқынның осы араға алдырғаны жөн болар. Келдің әлде, жауынан сыр тартқысы, Шыңғыс оған бас изеді үн-түнсіз. Біраздан соң қаба сақал қарт екеуіне қарсы қарап тұрды үнсіз. Қайыр айтты, қыран туса қыраннан, жылан туса жыланнан, таңданатын түкте жоқ. Бірақ жылан қалай туды қыраннан? Қария айтты, сыйлы басым қуарды, жария едіп жалғанымды, менің қыран болғанымды, заман бүгін өтірікке шығарды. Әділ сол, көнбемелің, әр адымы қиындаған, адал өлім бұйырмаған, менен сорлы жан бар десең сенбеймін. Ең негізгі кінәрине өзімде, бұл баланы жаңа туған кезінде, перзент үні тұсаған жан мұратын, Афрасияттың ар жағында тұратын, нағашысы бауырына басқанды. Қателігім осы арадан басталды. Кіндік кескен өлкесінің сорына ер жеткен соң қайта келді қолыма. Бөренені жарып шыққан сынадай, бабалардан бізге жеткен, құлақтыны іздеп өткен өсиет бар мынадай. Әр нәресте қашан есі кіргенше, жер қадірін, ел қадірін білгенше, алғашқан тек қылығына өзі ұялып күлгенше, көтергенше бала бойдың желкенін, қиналса да қиқап соқпа тиіс жол, өз туған қасиетті өлкенің ауасымен дем алуға тиіс бол. Мен осынау борышыма әкеліп, мен құрайды қарадымда, кінәлі болып аралдымда, жібердім зор, орны толмас қателік. Міне төрім, бірігіп тұр көрінетін бетім бар ма еліне? Мұна сатқын перзентіме қосақтап, өлтіруге тиістісің мені де. Құм мәңгілік жасыра алмас асылды, даңқын көктеп өтеді әлі ғасырды. Ал қимылда қалды уақыттың қысқа, қағу үшін сенің қайсар басыңды асығып тұр, мынау сауын Шыңғыста. Қайыр айтты, қоштасап келді күн. Азған Шыңғыс ел тарихын қорбадау, ойлап тұрсаң енді бәрі армадау, отырардың жан қиялы ерлігін жыр ететін әттең ақын қалмадау. Шыңғыс айтты, өкінгенмен болмайды, ешкімге де берілмейді бассауға, бұйрық еттім бәрін қырып тастауға, отырарда еркек кіндік қалмайды. Қария айтты, қателестің қалады, жұма бұрын шетке елші қақпадан, жүзін жалын қақтаған, мен құтқарып жібердім бір баланы. Бәрекелді, бұл еңбегің жарады,
бірақ одан ұрпақ тарап, одан ақын туғанша, ауыл ақын ата жолын қуғанша, кеудесіне сыйдырғанша даланы, айырғанша ақтан бөліп қараны, талай өзен тасып өтер, мүмкін талай ғасыр өтер деп қайырған жасқа толып жанары отырарға қимай ұзақ қарады. Оян қайыр бабатайым, қасиеттім қымбаттым, саналапат ғасырдан соң, тасыр дауыл басылған соң, 7,5 ғасырдан соң, өзіңді іздеп тіл қаттым. Аман қапты батыр арман, от қоранған отырардан, сол баяғы қашып шыққан баладан, бұл күндер санатты ұрпақ тараған, дәуірінің қанатында самғаған, сол ұрпақтан шыққан ақын мен боламын. Кешіктіңде кінәлама айбарлым, сен ояту үшін талай ойландым. Еңіреген ерен аузы дуалы, жүрегіңнің бізге жетті шуағы. Түп тамырын сенен алып жатқан ел, саған ұқсас батырларым туады. Күл азия, көз тігетін таңдана, тым астында көрінбейді таң қала. Сол қалаға арнаған бұл жырымды, оң қабақпен қабылдай көріп жар бала.